Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Естеріңізде өткен жолы қойылған ордер $10 сатып алынған су 495-тен сатылып кетті. Енді осы жерден таза пайданы есептеп көрсек болады. Бізге 481 10 4810 содан мына төлем деген бар. Ұсталынған комиссия. Осы екеуін шегеріп тастау керек. Сонда қарап тұрсақ, 481-ден $10 4810 және сатылған бағасы. Екеуінің айырмасы 140 теңге екен. Бірақ осы 140 теңгеден комиссияны алып тастаймыз. Сонда таза пайда 126 теңге 34 тиын. Немесе бұл пайызбен санағанда мына суммадан 2% 62. 2-де 62% екен. Былайша 2,5% деп. Осылай сауда жасау арқылы пайда табуға болады. Енді осы жерде сауда жасағанда қандай жұптарды таңдау керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол үшін мына жерде бассаңыз, әртүрлі жұптар бар. Негізгі жұптар мына КЗТ мен және USDT мен. Мыналарда онша айналым жоқ. Мұны қалай көруге болады? КЗТ-ні бассам, қазіргі бағасы соның астында 24 сағаттағы көлем, яғни айналым. Ең көбі сонда USDT мен КЗТ жұбында. Осы жақта сатушылар да және алушылар да көп теңсіз. Содан кейін BTC КЗТ-да да айналым көп екен. Бірақ осы айналымға қарағанда да ішіне ашып ішін көру керек. Шына USDT КЗТ-ні ашып қарасақ, сатып алуға және сатуға сұраныс пен ұсыныстардың несін көруімізге болады, тізімін. Бұл жерде жеткілікті екен. Енді мына BTC КЗТ-ні қарасақ, екеуі де бос. Мына жақта да, мына жақта да бір-бірден ғана тұр. Менің ойымша бұл жерде тек үлкен көтерме саудамен келіп алып сатып алып кететіндер солар ғана сауда жасайтын сияқты. Ал басқалар көбінесе мына USDT КЗТ-мен осы жерде сауда жасайды. Сонымен қатар мына жерде тағы да USDT-ді таңдауға болады. Бұл жерде де көруге болады. Енді бұл жерде қарап көрсек, көлем өте аз. Ең көбі мына BTC USDT-де ғана. Оның өзі $613 ғана. Бірақ мына ішінде тапсырыстар мен сұраныстар кішкене толығырақ екен. Және сауда жасағанда естеріңізде болсын, мына КЗТ ол бізде фиаттық сауда деп аталады. Бұл жерде комиссия шамалы жоғарырақ болады. Төменде комиссиялар көруге болады. Қандай комиссия ұсталады? Екі бағам бар. Фиаттық және криптонарық. Фиаттық нарықта 28-38. Неге мына жерде екеу көрсетілген? Бірінші сол лимиттік ордер қойғанда, екінші нарықтық ордермен алғанда. Қазіргі уақытта қателеспесем кішкене жеңілдік бар. Мынау 28 емес, 19. Жоқ, 19. Мыналар кішкене одан азырақ екен. Мынау көлемге байланысты. Енді сіздер 100 мыңға жетпейді, сол үшін көбінесе осы бірінші жолда қарайсыздар. Сол осылай сауда жасап табыс таба беруге болады. Асықпай жаңағыдай лимиттік ордер қойып қоясыздар. Орындалғаннан кейін қайттан сатуға қоясыз, кейін қайттан арзанға өйткені баға үнемі былай жоғары төмен түсіп көтеріліп тұрады. Енді жалпы криптовалюта нарығы туралы айтып кетейін. Қазір әлемде криптовалютаның түрі өте көп. Солардың тізімін, солар туралы ақпаратты CoinMarketCap сайтынан көруге болады. CoinMarketCap сайтында қарасақ, мен жерде реттедім MarketCap бойынша. Ең көп
капитализация, яғни ең көп айналым жүретін ол биткоин екені қарап тұрсақ 1 триллион 409 миллиард, содан кейін эфириум 259 миллиард, ары қарай тизер жаңағы USDT сандық доллар дегеніміз 184 миллиард. Бұл капитализация дегеніміз осы криптовалютаның шығарылған көлемін курсына көбейтеді. Сендерде 70 мың доллар мысалы соның санына көбейткен. Және осыны бассақ, ішінде қосымша ақпарат оқуға болады. бір тәуліктегі айналымы, содан кейін мына жерде бағаның өзгеруі. Және төменгі жақта қандай бағаның өзгеруі. Бағаның өзгеруі 24 сағат немесе аптасымен көруге болады, айлап көруге болады, аймен көрсек. Бір кездері ең жоғары көтерілген бағасы 123-124 дейін жеткен екен. Қазіргі уақытта міне төменде тұр. Қызыл, яғни сатушылар көп, жасыл алушылар көп болған. Және төменде қандай биржалар, бұл жерде енді қазақстандық биржалар жоқ шығар, көбінесе әлемдік биржалар, қандай биржаларда сауда көбірек жасалатын туралы ақпаратта бар. Енді тағы бір мәселе сіздерге берілетін ақпарат. Криптовалюта нарығында, жалпы құнды қағаздар нарығында қорқыныш пен ашкөздік индекс деген бар. Әдетте сатып алу немесе сатар кезде соған да көңіл аудару керек. Ол мынау Ференклит деген. Қазір қарап тұрса оның деңгейі 32. 50-ден асса, онда ашкөздік пайда бола бастады деген сөз. Бұл кезде алушылар көбейіп жатыр, баға тым жоғары деген сөз. Ал қатты жасыл кетсе, тіптен ашкөздік жоғары. Ондай жағдайда мүмкіндігінше алмауға тырысу керек. Және мына жақтан сол жақта қызыл жанып тұрған көрінеді. Ол кезде қорқыныш жоғары деген сөз. Көбісі сатып жатыр. Ал алушыдан сатушы көбейіп кетті. Көбінесе қандай кеңес береді алу үшін? Алдымен мына қызыл деңгейге жетіп, сол қызыл деңгейде біраз уақыт тұрып, қайта мына сары деңгейге көтеріле бастаса, сол кезде алу керек деп кеңес береді. Немесе мына жақта жасыл деңгейде болып, енді аздап мынау ақшыл жасылға көше бастаса, онда мүмкіндігінше сатып қою керек, ол мына жаққа барады деген сөз. Қысқаша